Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен вупипай тортын үй жағдайында шоколад қоспай-ақ өте әдемі және дәмді етіп жасаудың жолын көрсететін боламын. Егер де дүкеннен қымбатқа торт сатып алғыңыз келмей, аз ақша жұмсап үй жағдайында өзіңіз дәмді торт жасағыңыз келсе, дәл осы видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Ең алдымен менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бисмилля деп тортымызды бастайық. Алдымен таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқа, шым тұз және қантымызды салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, жай көтеріп отырып, жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей біздің массамыз дәл осындай аппақ болып, өзінен екі есе ұлғайғанша көпіртіп аламыз. Кейін үстінен ерітілген сармаймызды салып, тағы да жақсылап бір араластырып жібереміз. Енді құрғақ заттарымызды біріктіріп аламыз. Оның үстіне қамыр қопсытқыш және какаоны салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң жаңа дайындап қойған массамыздың үстіне міндетті түрде електен өткізіп отырып қосамыз. Онда барлығын қосып жібермейміз, 2 немесе 3 бөлікке бөліп қосамыз. Ұнымызды електен өткізіп салып алғаннан кейін миксердің көмегімен бірінші жақсылап араластырып, сонан соң миксерімізді жай жылдамдықпен қосып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Құрғақ заттарымыздың бірінші бөлігін салып, жақсылап араластырып алдық. Енді қалған ұнымызды салып, дәл сол тәсілді қайталаймыз. Сіздерге ескере кетейін, пайдаланып жатқан какаомыз міндетті түрде сапалы болғаны дұрыс. Өйткені біздің тортымыздың корждарының түсі әдемі қанық болып шығуы және дәмді болып шығуы осы какаоның сапасына байланысты болады. Мен кондитерский дүкендерден өлшеніп сатылатын түрін аламын. Көріп тұрғандарыңыздай түсі өте қанық, дәмі де кәдімгідей шоколад қосылғандай дәмді болып шығады. Осымен біздің қамырлы массамыз дайын болды. Лопатканың көмегімен жақсылап араластырып жібереміз. Мен осындай арнайы силиконовый коврик пайдаландым. Сіздер пергаментный бумага пайдалансаңыздар да болады. Корждарымыз домалақ болу үшін бисквит пісіретін форманы пайдаландым. Астыңғы бөлігін алып тастап, ортасына дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, бір тегіс етіп жайып алдым. Дәл осылай бізде шыққан қамырлы массамызды теңдей 4-ке бөліп пісіріп алатын боламыз. Менде үлкен қасықпен шамамен 5 қасықтың көлемінде салып шықтым әр коржға. Сонан соң 170 градус қызып тұрған пеште 15-20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің бірінші коржымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, әдем болып шықты. Дәл осы тәсілмен барлық корждарымызды пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, әдем болып шығады, түсі де анық болып. Енді тортымыз бір тегіс әдемі болып шығу үшін корждарымызды міндетті түрде дөп-дөңгелек етіп, барлығын бір көлемде кесіп алатын боламыз. Мен бағанағы бисквит пісіретін ыдыстың астыңғы бөлігін бірінші коржымызды соның көлемімен кесіп алдым, теп-тегіс етіп, көріп тұрғандарыңыздай. Сонан соң қалған корждарды дәл осы корждан сәл үлкендеу етіп кесіп аламыз. Мінекей одан кейінгі корждарымызды да дәл солай дөп-дөңгелек етіп кесіп аламыз. Байқасаңыздар, біздің бірінші коржымыздан қалған 3 корж үлкендеу болып шықты. Дәл сол тәсілмен барлығын бірдей етіп кесіп аламыз.
Енді кремін дайындайтын боламыз. Таза құрғақ ыдысымызға бірінші творожный сыр және қант ұнтағын салып, миксердің көмегімен жақсылап біріктіріп миксерлеп аламыз. Кейін үстінен 33%-дық сливкімізді құйып аламыз. Сливки міндетті түрде салқын болуы керек, әйтпесе креміміз дұрыс шықпай қалады. Сливкімізді құйып, миксердің жай жылдамдығынан бастап жайлап отырып көтеріп 3-4 минуттың көлемінде миксерлейміз. Мінекей біздің креміміз дәл осындай қоюлықта болу керек, өз формасын жақсы ұстайтындай. Сонан соң лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, ортасындағы ауаларын шығарып жібереміз. Енді осы дайын болған кремімізді кондитерский мешокқа арнайы вупипайға арналған насадкамызды орналастырып, дәл видеода көрсетілгендей етіп кремімізді салып аламыз. Енді корждарымызды жинайтын боламыз. Менде арнайы осындай торт жинауға арналған ыдыс, оның үстіне арнайы подложкамызды қойып, кішкене крем жағып жібереміз, корждарымыз жылжып кетпеу үшін. Сонан соң дәл видеода көрсетілгендей етіп вупипайымыздың шариктарын жасап шығамыз. Ортасына кремін молдау етіп салыңыздар, сонда тортымыз өте дәмді болып шығады. Бірінші коржымызды қойып, үстіне кремін жағып алдық. Енді дәл солай екінші коржымызды да қойып, шариктарын жасап шығамыз. Дәл осы тәсілмен барлық корждарымызды жинап шығамыз. Үш коржымызды жинап алдық. Енді төртінші коржды бетіне қойып, кішкене басып шығамыз. Мен оған крем жақпаймын, өйткені үстіңгі қабатында шоколад болғандықтан крем жақпаймын. Енді тортымыздың үстіңгі бөлігіне ганаш дайындайтын боламыз. Ганашқа осындай мен молочный шоколад пайдаландым, Яшкинаның. Негізі кез келген молочный шоколад пайдалансаңыздар болады. Қазақстан шоколадын пайдалансаңыздар да болады. Шоколадымызды ұсақ бөліктерге бөліп, үстіне кішкене сұйық май құйып, микротолқынды пеште қайта-қайта араластырып отырып ерітіп аламыз. Шоколадты ыстық күйінде құймаймыз, кішкене 10-15 минуттың көлемінде суытып алып, сонан соң ғана құйып аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп құйып алып, бір тексетіп үстіне жағып шығамыз. Жалпы тортқа қажетті заттардың барлығын астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қарап жасасаңыздар болады. Шоколадымызды бір тегіс етіп жағып алдық. Енді әсемдейтін боламыз. Әсемдеу әрине әркімнің өз қалауы бойынша. Мен дәл осы видеода көрсетілгендей етіп альбени печенье және шиені пайдаланып әсемдедім. Достар, біздің құрамына шоколад қосылмай жасалатын вупипай тортымыз осымен дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдем болып шықты. Шоколад қосылып жасалатын вупипайдан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Дәмі де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан ойыңыздағыдай шығатынына сенімдімін. Егер шоколад қосылып жасалатын вупипайдың рецептісі керек болса, ол да менің каналымда бар. Осы видеоның астына сілтемесін қалдыратын боламын, кіріп жасасаңыздар болады. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болған болса, арнама тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз.